Баршаңызға қайырлы күн, каналға қош келдіңіздер. Бүгін осындай ерекше болып дайындалатын әрі дәмді болып шығатын пирогтың рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға 5 жұмыртқамызды салып аламыз. Оның үстіне шым-шым тұз салып, 1-2 минут сәл көпіргенше араластырып алатын боламыз. Оның үстінен 150 грамм қантты салып, барлығын жақсылап көпіргенше ағарғанша 7 немесе 8 минутта араластырып алатын боламыз. Миксердің көмегімен көріп тұрғандарыңыздан біздің массамыз ағарып жатыр. Міне осындай болып шығу керек. Көріп тұрғандарыңыздай. Содан соң үстінен сұйық майымызды құйып, тағы да бір миксерлеп алатын боламыз. Бұл жерде қатты миксерлеп жібермейміз. Жай ғана араластырып, біріктіріп алатын боламыз. Содан соң електен өткізілген ұнның үстінен 1 шай қасық қопсытқышты салып, оның үстінен 1 шай қасық ванильный сахар және де 2 ас қасық какаомызды салып, жақсылап араластырып, жаңағы миксерлеген жұмыртқаның үстінен осылай ситаның көмегімен аз мөлшерден салып, араластырып отыратын боламыз. Бұл жерде ұнның барлығын сразу салып жібермейміз, аз мөлшерден салып, венчиктің көмегімен немесе лопатканың көмегімен осылай жоғары төменге қарай араластырып алатын боламыз. Міне барлық ұнымызды салып алдық. Көріп тұрғандарыңыздай осындай масса шығады. Бұл кезде пешімізді 180 градуста қосып қыздырып алатын боламыз. Содан соң осындай формада дайындап пісіріп алатын боламыз. Осы дайын болған массамызды 2 бөлікке бөліп пісіріп алатын боламыз. Осылай барлық жағынан лопатканың көмегін жайып шығып, бетін түзулеп шығатын боламыз. Сол кезде теп-тегіс болып шығады біздің бисквитіміз. 180 градуста 7-8 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің бірінші бисквитіміз дайын. Екінші бисквитімізді дәл солай 7-8 минутта пісіріп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай осындай 2 бисквит шығады. Және де осындай домалақ формада барлығын кесіп алатын боламыз. Құрамы мен мөлшерін төменгі описаниеден таба аласыздар. Міне осындай домалақ болып шығады. Барлығын кесіп алатын боламыз. Ал қалған жерлерін қолдың көмегімен үгітіп алатын боламыз. Міне біздің бисквиттеріміз дайын. Келесі кремге кірісетін боламыз. Жұмсақ сары майдың үстінен 50 грамм сахарный пудраны салып, 1-2 минут жақсылап ағарғанша миксерлеп алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңызда біздің сары майымыз ағарды. Оның үстінен творожный сырды салып, тағы да 2 немесе 3 минут біріккенше жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Міне біздің креміміз дайын. Содан соң кондитерский мешокқа салып алатын боламыз. Ортасына осындай бір бананды пайдаланатын боламыз. Осындай бөліктерге бөліп, шетке дайындап қоятын боламыз. Содан соң пирогымызды құрастыратын боламыз. Ең алдымен видеода көріп тұрғандарыңыздай бисквитіміздің үстіне кремімізді жағамыз. Оның үстіне бананымызды қойып, тағы да кремімізді жағып, оның үстіне бисквитті қойып, тағы да кремді жағып, ортасына тағы да бір бананымызды қойып, оның үстіне тағы да кремді жағып, ең соңында осындай бөлікке бөлген бисквиттерді қойып, сәл басыңқырап жасайтын боламыз. Келесі пирогтың барлығын осылай жасап шығатын боламыз. Кішкене кремімізді жағамыз, оның үстінен бисквитті қойып, оның үстінен тағы да кремді жағып, бананымызды қойып, кремді жағып, оның үстінен бисквитті қойып, сәл басыңқырап алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай осындай болып шығады. Қалған пирогымыздың барлығы осылай жасап құрастырып алдық. Қалған бисквиттерден видеодағыдай қолдың көмегімен езіп алдық. Менде осында кішкене крем қалды.
дайын болған пирогымыздың жанына кішкене жағып, қасықтың көмегімен барлық жеріне осылай жағып шығатын боламыз. Содан соң жаңағы үгітіліп алған бисквиттерге осы дайын болған пирогымызды видеодағыдай аунатып алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай болып шығады. Міне барлығын аунатып дайындап алдық алдын ала. Көріп тұрғандарыңыздай. Содан соң 50 грамм шоколад пен сливкиді араластырып ерітіп, бетіне жағып шығатын боламыз. Бұл жерде өз қалауыңыз бойынша сәндеп шықсаңыздар болады. Дәмі өте дәмді, керемет болып шығады. Үйде жасап көріңіздер. Міне осылай барлығына бетіне жағып шығатын боламыз. Міне біздің барлық пирогтарымыз дайын, көріп тұрғандарыңыздай. Одан соң өз қалауларыңыз бойынша сәндеп шықсаңыздар болады. Мен сәндегенді ұнатамын. Бетіне кішкене арахистерді қойып, сахарный пудраны сеуіп шықтым. Міне көріп тұрғандарыңыздай, біздің ерекше өте дәмді пирогтарымыз дайын. Үйде жасап көріңіздер. Егер де видео рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Және де көптеген рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Ас болсын!